Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге ешқандай құрамында жұмыртқа қосылмайтын, өте дәмді болып шығатын булочкидің рецептімен бөлісемін. Бір жасағаннан шығатын сәтті рецепт. Ішінде арнайы өзінің начинкасымен жайындалады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, осы әдіспен жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін жылы сүт, оның үстіне бір ас қасық дрожжымызды қосамыз. Және оның үстіне тағы да бір ас қасықтай қопсытқыш қосамыз. Қантымызды саламыз. Үстіне сұйық майымызды құямыз. Барлығының грамын описанияға толық жазып кеттім. Толықтай барлығын араластырамыз. Жақсылап тұрып араласуы керек. Електен өткізіліп дайын тұрған ұнымызды толықтай қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Біздің қамырымыз қолға мүлде жабыспайды. Өте сондай жұмсақ, нәзік болып иленіп шығады. Қамырдың басы осылай қосылған кезде ерітілген сары майымызды үстінен қосып, тағы да қамырымызды жұмсақ қылып басы біріккенше жақсылап тұрып араластырыңыздар. Артық ұн қосудың қажеті жоқ. Міндетті түрде көрсетілген грамм бойынша қосыңыздар. Артық ұн керек емес. Толықтай барлығын илеп болғаннан кейін пакетпен бетін жауып, көтерілгенше жарты сағат немесе 1 сағатқа жылы жерге қойып қойыңыздар. Көтерілген қамырымызды рулет сияқты орап, созып, бөліктерге бөліп бастаймыз. Негізі осы кезде таразының көмегіне жүгінуге болады. Сонда барлығының пішіні бірдей болып шығады. Бұл жерде мен көз мөлшерімен жасадым. Кесілген қамырымызды бір-бірінің ішіне қайырып, қолымызбен домалақтап шықтым. Барлық қамырды дәл осылай жасап шығыңыздар. Және осы кезде барлығын толықтай істеп болғаннан кейін 10-15 минутқа бетін жауып тұндырып қойыңыздар. Қамыр сонда өзі ісініп, жайған кезде өте оңай жайылатын болады. 10-15 минут тұрған қамырымызды оқтаудың көмегімен жаямыз. Формасы өзіңіздің қалауыңыз, қалай жасап, қалай бүксеңіз де өз еркіңіз. Дәл осы видеодағыдай бүксеңіз де болады. Өте әдемі болып шығады. Арнайы начинкасын салыңыздар. Менде қойытылған варенье сгущенка, мүмкін сіздер басқа да салма салсаңыздар болады. Міндетті түрде шет-шетін жақсылап тұрып қысыңыздар. Біздің артық начинкамыз ыстық пешке түскен кезде ағып кетпес үшін. Міндетті түрде қойытылған сүт пайдаланыңыздар. Сонда өзінің формасын жақсы ұстап, еріп немесе ағып кетпейтін болады. Тағы да қайталап көрсетіп жатырмын. Дәл осы әдіспен жасасаңыздар да болады. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта жақсы рецепттер шығатын болады. Ал ендігі кезекте жұмыртқамыздың сары уызын толықтай бетіне жағамыз. Міндетті түрде пешті қыздырып қойыңыздар. Осы кезде толықтай барлық жеріне тиюі керек. Сонда сап-сары болып, әдемі болып пісіп шығатын болады. Қызып тұрған пешке 30-35 минутқа толықтай салып пісіріп алыңыздар. Өте жұмсақ, нәзік, дәмі аузыңызда қалатын булочки болып шығады. Дәл осы әдіспен жасап көріңіздер. Жасап жатсаңыздар, менімен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Егер сіздерге дәл осы видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, дәл осы видеоға лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Және достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Келесі видеода рецепте кездескенше сау болыңыздар.